Қайырлы күн, құрметті тіл жанашырлары. Есімім Абилова Айгерім Мұхамедсанқызы. Қостанай облысы Қарабалық ауданы тілдерді оқыту орталығында мемлекеттік тіл оқытушы қызметін атқарамын. Оқыту өнер болған соң, ана тілін оқыту да ол өнер деп. Ұлт зиялысы Ахмет Байтұрсынов айтқандай, тіл үйретудегі өз тәжірибеммен бөлісіп, әріптестермен пікір алмасу мақсатында облыстық үздік оқытушы байқауына қатысып бақ сынап көрмекпін. Мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңейту мақсатында атқарылып жатқан игі істерге сәттілік тілеймін. Тіліміздің мәртебесі асқақтай берсін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сізге қандай мереке ұнайды? Мақсаты Қазақстан Республикасындағы мерекелер, ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби мерекелер. Ұлттық мерекелер: 22 наурыз, 8 наурыз, 1 мамыр. Мемлекеттік мерекелер: 16 желтоқсан, 1 желтоқсан, 30 тамыз. мереке, праздник, жаңа жыл, Новый год, сыйлық, подарок, құттықтау, поздравлять, мереке құтты болсын, с праздником, демалыс күні, выходной день, ұлттық мереке, национальный праздник. Көптік жалғау. Окончание множественного числа. Көптік жалғау арқылы сөздерге көптік мағына үстеледі. Қосымшалардың жалғануы үндестік заңына бағынады. С помощью присоединения окончания множественного числа слова приобретают значение множественности. Присоединение окончаний подчиняется закону сингармонизма. Жалғаулары. Окончание: лар, лер, дар, дер, тар, тер. Мысалы: сыйлық, тар, мереке, лер, гүл, дер. Берілген сөздерге көптік жалғауын жалғаңыз. Мерекелерді датасы бойынша жазыңыз. Дұрыс нұсқасына назар аударыңыз. Тірек сөздерді пайдалана отырып, мерекені сипаттаңыз. Тыңдаңыз. Тиісті сөздерді жазыңыз. Тыңдаңыз. Тиісті сөзді жазыңыз. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні ұлттық мереке. Ол Қазақстан Республикасының егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанында тойланады. Бұл күн күнтізбеде демалыс күні болып беріледі. Осы күні әр түрлі сала мамандары мемлекеттік марапаттармен марапатталады. Бұл күні Қазақстанның барлық қалаларында мерекелік концерттер болады. 16 желтоқсан күні Қазақстанның барлық жерлерінде мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылады. Кешке қарай үлкен қалаларда от шашу болады. Тәуелсіздік шет елдердегі қазақ халқы үшін де маңызы зор мереке.
Дұрыс нұсқасына назар аударыңыз. Мәтінді оқып, аударыңыз. Құрметті Нұржан Даниярұлы, сізді алда келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір, еңбегіңізге табыс тілеймін. Жаңа жыл сізге тек қана бақыт және қуаныш әкелсін. Шын жүректен Зейнеш Серікқызы. Дұрыс нұсқасына назар аударыңыз. Үй тапсырмасы. Берілген сұрақтарға өз ойыңызды жазыңыз. Қай мереке сіз үшін ең маңызды? Неге? Сіз ол мерекені қалай тойлайсыз? Как будет на казахском праздник? Мереке. Как будет на казахском Новый год? Жаңа жыл. Как будет на казахском подарок? Сыйлық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.